Бүкіл әлемнің трейдерлары ақша табатын бір күн бар. Я ол күні трейдерлардың зарплатасы деп аталады. Өзің ойлашы, сделканы жоғары ашсаң да, төмен ашсаң да, сен по-любому плюспен жабасың. Ол стратегия жайлы мен бүгін сіздерге айтамын. Ал ол күн жайлы сөйлесетін болсақ, ол күннің атауы non-farm. Жалпы non-farm дейтініміз әр айдың бірінші пятница шығатын жаңалықтарының бірі. Негізіне келетін болсақ, Forex Factor дейтін сайтынан қарап, сіздер қай күні қандай жаңалық шығатынын көре аласыздар. Біріншісі ол ФРС, 2-2,5 айда бір рет шығады. Яғни Центробанктың процентный ставкасы өте үлкен волатильность нарықта келеді. ФРС-ның ставкасы шыққаннан кейін, обычно бізде акция, криптовалюта алтындары бағалары дальше өседі, либо дальше құлайды. То есть бұл направление береді. Екіншісі ол бізде non-farm, әр айдың бірінші пятницасы. Үшіншісі ол бізде CPI, то есть бұл бізде инфляция, ол обычно айдың аяғында шығады. Және PMI, бұл бізде индекс деловой және производственной активности. Негізі осы төртеуін көріп отырсаңыздар болды, ал бүгін мен сіздерге өте керемет стратегия көрсетемін. Сол стратегияның арқасында сіздер осы жаңалықтан всегда ақша табатын боласыздар. Жалпы сол сайтта қарайтын болсаңыздар, ол жақта жазылып тұрады уақыты, потом активтің атауы, яғни қай мемлекетте ол жаңалық шығады, потом жаңалықтың рейтингі. Егер сары түсті болса, онда қатты маңызды жаңалықтар емес. Егер қызыл түсті болатын болса, нарықта үлкен волатильность болады. Сол волатильностьтің арқасында трейдерлер өте үлкен табысқа шыға алады. Және жаңалықтың атауы. Негізінде келетін болсақ, бар жоғы 4 түрлі жаңалық бар. Мысалы үшін 24 октябрь күні сағат 17:07-де біз Gold Buy деген сигнал бердік. Яғни 4063-те алтынды сатып алайық дедік. Жалпы Қазақстанның уақытын еститін болсақ, 17:30-да америкалық сессия ашылады. Именно американский сессияның ашылған уақытында бізде жаңалықтар шығады. Көріп тұрғандарындай сағат 17:31-де жаңалық шыға салысымен 4061-ден 4088 бірден өсіп кетті. И өстіп ол ары қарата 4147-ге жеткен. То есть қараңыздар, мен сделкаға $162 кірдім де $745 табыс көрдім. Ойлаңыздаршы, егер сіздер бұл сделкаға $16 кірген жағдайда сіздер $75 табыс көретін едіңіздер. Қазір графикте бізде алтынның бағасы $3553.39 тұрады. И сағат бізде 17:00. Яғни жаңалықтың шығуына жар сағат уақыт қалды. Мұнда трейдерде сұрақ: мен сделкаға жоғары кірем бе, әлде төмен кірем бе? Себебі бізде қазір резко баға өседі, либо резко баға құлайды. Егер сіздің направление дұрыс табатын болсаңыздар, $10-дан $100, $200 табатын мүмкіндіктеріңіз бар. Егер направление дұрыс болмаса, соответственно, депозит полностью сливқа кетеді. Әрине, мен бүгін сіздерге ол стратегияны көрсетемін. Жалпы біз сіздермен қазір қарастырайық. В принципе, көп жағдайда жаңалықтағы анализда, тех анализде көнеді бастапқы жағдайда, әсіресе non-farm. И бұл жерде көрейік. Біз қазір сделкаға мысал үшін жоғары деп кірдік, и келесі шам резкий рост болды. То есть қараңдар, 3550-ден 3594-ге. То есть бұл бізде 400 пипс на ровном месте осындай керемет табыс әкелетін еді. Ендігі сұрақ, қалай осындай жаңалықтар арқылы біз ақша табамыз? Қазір сіздерге бәрін айтамын, но алдымен біз сіздерге Clan Prime дейтін жаңадан шыққан продукты ұсынғымыз келіп отыр. Бағасы небәрі $119,000. Ойлаңыздаршы, то есть сіздер $119,000 не аласыздар. 3 видео сабақ. Бірінші видео сабақтың ұзақтығы 1 сағат. Ол жақта толықтай трейдингтің базасы түсіндіріледі. Екінші видео сабақтың ұзақтығы 40 минут. Ол жақта толықтай тех анализ түсіндіріледі. И үшінші видео сабақтың ұзақтығы 30 минут. Ол жақта сіздерге нақты табыс әкелетін өте оңай стратегиялар беріледі. Соның арқасында сіздер күніне 10,000-20,000 теңге тауып отырсаңыздар жеткілікті емес пе? Одан кейінгісі сіздерге сопровождение, яғни куратордың көмегі барлығы қарастырылған. Ең бастысы сіздерде аптасына 2 рет эфирлар болып отырады. Ол эфирді кіріп, сіздер бізбен бірге сауда жасай аласыздар реальном времени. И одан бөлек біздің сигналдар. Яғни біз 15-20 минут алдын ала сіздерге сигнал беретін боламыз. Қай жаққа сделканы ашамыз? Алтын, биткоин, евро, доллар. Осы үшеуіне бізде толықтай фокус бар. И біздің ойымызша ФРС-ның ставкасы шыққаннан кейін альтсезон басталайын деп отыр. Яғни криптовалюталардың бағасы қарқында өсетін сияқты. Сол үшін қандай монеталар ақша салып қою керек? Қолыңыз артық ақша болса салып қойсаңыздар, в принципе, бізбен бірге криптовалюта арқылы керемет бір инвестицияның табысқа шығатын мүмкіндігіңіз бар. Рассрочка барлығы қарастырылған, ал толық консультация керек болса, бұл видеоның астында тұрған сілтеме арқылы өтіп біздің менеджерға шығыңыздар. $119,000 тек осы видео шыққан күні ғана. Келесі күні оның бағасы $179,000 өсетін болады. Поэтому пока скидка действует, дәл қазір бізге жазыңыздар, тіркеліңіздер. Енді жаңалық шыққан кезде біз сделканы екі жаққа да ашамыз.
ол өсіп кетсе де плюсқа шығамыз, құлап кетсе де плюсқа шығамыз. Қызық па? Соны мен сіздерге қазір түсіндіремін. Білесіздер ме, жалпы достар, біз қазір сіздермен алтында қарап отырмыз. Бізде сделка ашатын мүмкіндік бар, либо жоғары, либо төмен. Және бізде лимитный бар. Лимитқа өтетін болсақ, біз астына мысал үшін бай лимит қоямыз. Яғни алтынның бағасы 4025-тен 4019-ға тиген кезде сделка автоматически жоғары деп ашылады. Но если біз сіздермен бай лимит деген кнопкадан басатын болсақ, ол sell stopқа айналады. Яғни керісінше баға құлап барып 4019-ға тиген кезде ол уже sell деген позиция ашады. Қазір не екенін түсіндіремін. Sell лимитті қойып қояйық, жақындатып, так. Sell stop кетті. Енді дәл осылай біз керісінше үстіңгі жағынан тағы да бір позиция айнап қояйық. Sell лимит. То есть алтынның бағасы 4026-ға барып тисе, сделка автоматты түрде төмен деп ашылу керек. Но біз керісінше жоғары деп ашатынды настройка жасап қоямыз. Үстіп, екі шетінде бізде buy stop және sell stop тұр. Жаңалық шыққан кезде алтын либо рискі өседі, либо рискі құлайды. И ол қазір рискі құлап кеткен кезде біздің sell деген позициямыз алады, дальше төмен қарата түсіп, бізге плюс әкеп береді. Сол кезде біз моментально сделкамызды жауып, ақшамызды алып кетеміз. Если сделка рискі өсіп кететін болса алтынның бағасы, онда buy деген позицияны іліп алып кетеді. Сол кезде біз buy деген позициядан керемет табысқа шығатын боламыз. Вот осылай. То есть buy алып кетсе sell тұра береді, sell-ді отменить ете саламыз потом, потому что ол ашылған жоқ, это же лимитка. Ал sell-ді алып кетсе buy-ды отменить ете саламыз. Также ол потому что просто ашылған жоқ. Өстіп, жақындатып, екі жақты лимитканы 17-29-да қоясыздар, 17-30-да жаңалық шығады, екеуін біреуін іліп алып кетеді. В принципе, осылай өте оңай бір стратегия. Как вам?